Сондықтан да ойбай. Бірақ Шыңғысхан әскері жаулағаннан кейін бұл қала тағы 500 жыл тіршілік еткен. Осы оңтүстікте ғана әсіп деген тамақты қатты жақсы дайындап, халқы қатты жақсы көреді екен. Болды, ешқайда шықпайсың. Не қыламын? Ана жаққа 10 шақырым жер жүріп, бір нәрсені көру үшін не үшін барамын? Осындай жерлерді бізге дамыту керек деп есептеймін. Біздің Түркістанымыз қандай жан келсе де құшақ жая қарсы алуға әзір. Саяхаттаймын күллі түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанда. Бұл аздаған үзілістен кейін Жазираның влогқа оралуы және ұлымыз білгеннің алғашқы саяхаты. Өміріңіздегі алғашқы саяхат есіңізде ме десең, біреу шетелге шыққанын, енді біреу көрші ауылға барғанын айтады. Ал бала Ернар саяхатын осы Түркістаннан бастапты. Ата-анама еріп, алғаш туған өлкеден алыстап, пойызға отырғаным, өзіме бейтаныс сөз тіркестерін естіп, мүлде жеп көрмеген тамақтан дәм татқаным әлі есімде. Ол кезде 11 жаста едім. Бір қызығы, кішкентай Жазираның да алғашқы саяхаты осы қаладан басталған. Ернар екеуміздің мұнда келген уақытымыз шамалас. Бұдан бері міне 24 жылдай уақыт өтті. Екеуміздің де есімізде Түркістан сол қалпында сақталған. Араға көп жыл салып келіп тұрғанымыз осы. Қала қатты өзгерген сияқты. Түркістанның әуежайы күшті екен. Тіпті Алматыдан да асып түседі. Қостанайдың әуежайын айтпай-ақ қояйын. Әуежай жасаған соң осылай жасау керек қой. 2 қабатты екен. Ішінде лифті де бар. Алматының әуежайында лифт таппаған едік. Әсіресе мына сыртқы көрінісі маған ұнап тұр. Ерекше. Бірден рухани астанамызға келген сезіндіріп тұр. Менің есімде Түркістан андай бір ауыл іспеттес, шағын, шаң тозаңы бар елді мекен сияқты миымда қалып қойған ақпарат. Бүгін Түркістанды зерттеу, жаңа Түркістанды, түрленген Түркістанды көру өте қызық болайын деп тұр. Түркістанға қош келдіңіздер. Енді Түркістан көне мен бүгінгі күні жалғап жатқан бір тасын түртсең тарих көрінетін бір керемет қала ғой. 2018 жылы облыс орталығы деген шенді алды. Қаламыз сол санаулы жылдың ішінде, қазір 6 жыл болды ма, енді адам танымастай өзгерді. Бір университетіміз бар еді, 2 университет болды, туризм және меймандостық университеті қосылды. Көп қабатты үйлер бой көтеріп, қазіргі таңда Түркістан халқының саны күннен күнге артып жатыр. Облыс орталығы болып, жан-жақтан, ауылдардан, өзге облыстардан келіп қоныстанып жатқандар өте көп. Осыны көріп отырған көрермендерге айтам, Түркістанға келіңіздер, қонақ болыңыздар, аралаңыздар. Екі дүние есігі, ер түріктің бесігі. Біздің Түркістанымыз қандай жан келсе де құшақ жая қарсы алуға әзір. Бізді жергілікті көрерменіміз Орынбек күтіп алды. Бірнеше күн бойы көлікпен ары-бері тасыған да осы жігіт. Қала арасында әдемілене түсіпті. Бірақ бұл тек басы ғана екен. Өзіміздің мүлде басқа Түркістанға келгенімізді қонақ үйге жеткенде білдік. Ал енді қонақ үйімізге, бөлмемізге рум-тур жасайық. Солға бұрылсақ бізде жуынатын бөлме, әдеттегідей туалет, ванна. Мына жерде бізде қос төсек, 2 диван. Яғни, мысалы, бізге қыздарымызбен келсек өте ыңғайлы екен. Сіздер де отбасыларыңызбен келіп демалып кетсеңіздер болады. Мына жерде бізде не? Қараш, Ернар, бізге жеміс-жидектен сыйлық және мынадай хат қалдырып кетіпті. Құрметті Жазира ханым, Караван-сарай Түркістан қонақ үйіне қош келдіңіз дейді. Сізді Орталық Азиядағы бірегей ірі туристік кешенінде қарсы алуға қуаныштымыз. Демалыстарыңыз сәтті өтсін. Ізгі ниетпен Караван-сарай ұжымы дейді. Рахмет көп-көп. Ал енді мына жақта не бар? Жүріңіздер. Мына пердені ашайық. Мына қалай итереді? Оппа. Былай сырғытып ашады екен. Охо. Сол екен ғой, мына жақты Қазақстанның Венециясы деп атайды. Күшті. Мен енді кәдімгі жай даланы көремін деп ойлағанмын ғой. Осында қайыққа отырып, осылай аралайсың. Қандай күшті бөлмеңнен шығасың, және мынандай көрініске тап боласың. Сосын мына жерде кешке қарай фонтан шоу және Қыз Жібек пен Төлегеннің қойылымы өтеді екен, қайықтармен. Соны кешке осы балконнан тұрып тамашалаймыз. Караван-сарай Түркістан кешені Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен 10 минуттық жерде орналасқан. Сәулетті шығыс ертегісі стилінде салынған бірегей орын. Мұнда келген қонақтар халқымыздың тарихымен, тарихи тұлғаларымен, ұлттық спорт және қолөнер түрлерімен жақынырақ таныса алады.
Кешен аумағында 2 ғимараттан тұратын қонақ үй, мейрамханалар, кинотеатр және фудкорт бар. Сауда және отбасылық ойын-сауық орталықтары жылына 300 мыңға дейін қонақ қабылдай алады. Солардың қатарынан біз де табылғанымызға қуаныштымыз. Сондай-ақ, кешенің қақ ортасында ұзындығы 500 метрден асатын арна бар. Яғни, караван-сарайды қайықпен де аралауға болады. Арна айналып келіп, ортадағы үлкен қауызға құяды. Кешке қарай әрленген қайықтар осында жиналып, түрлі шоу өтеді. Керемет көрініс. Ал қонақ үйдің айналасын бір аралап шығайық дедік. Негізі қаланың ортасына шықпай, дәл осы кешенің ішінде де жүре беруге болатын сияқты, себебі өзі бір Қала сияқты, кішігірім қалашық. Кішігірім қалашық. Бұл жерде сауда орталығы да бар, қажет десеңіз тамақ ішетін орындар да бар, балалар ойнататын алаң да бар. Мына жерде су бұрқақ тұр екен, ол жерде кешке таман шоу көрсетіледі екен. Енді кешеннің аумағы өте үлкен, ескі бір заманның қалашығын еске салады. Мына көне Самарқанға барғанда, Бұхараға барғанда, Хиуаға барғанда біз есінде ме? Сол кезде айтып едік қой, армандап, Қазақстанға да осындай қала салса, яғни Қазақстанның да бір көне қалаларын неге осындай қалыпқа келтіріп реттемейді деп, міне сол біздің бірнеше жыл бұрын ойлап армандаған дүниемізді осы Түркістанда жүзеге асырған екен. Қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Яғни бұл жаққа жергілікті адам ретінде емес, турист ретінде келсең, бұл дүние өте маңызды, өте қажет. Мына жерде қазір өзіміз бір шетелде жүрген сияқты сезініп келе жатырмыз, шыны керек ме? Менде де тура сондай сезім. Біз бұл влогты қазақ ретінде емес, алматылық ретінде емес, турист ретінде түсіріп жатырмыз. Сондықтан да бүкіл біздің эмоциямыз, кері байланысымыз туристің көзімен. Турист болғандықтан саған дәріхана жақын болу керек, дүкендер болу керек. Балалы турист болғаннан кейін неше түрлі ойнайтын аттракциондар бәрі осы жерде, кешенде болу керек та. Мен бір жаққа алысқа барғым келмейді. Мысалы, Бакуде есіңде ме? Қонақ үй тұрды, біз бір кешенің ішінде болып, соның ішінде өмір сүре бердік. Болды, ешқайда шықпайсың. Не қыламын мен? Ана жаққа 10 шақырым жер жүріп, бір нәрсені көру үшін не үшін барамын? Тек кешенің ішінде жүре беремін. Мұнда да 2 күн, 3 күнге келіп тұтас кешенің ішінде өмір сүріп, отбасымен жақсы демалып қайтуға болатынына көзіміз жетіп жатыр. Енді әрине кемшіліктері жоқ емес, кемшіліктері бар. Бұл енді басталып жатқан жоба ғой. Мысалға, кешеннің айналасын әлде бір тірілту керек сияқты. Әзір кішкене бір жансыз болып тұр да, жасандылық басым болып тұр да бір. Әлде айналасын бүйтіп тірілтіп, мына жақтарға үй салса айналасына, осы жерде адамдар тұрса. Ана Хиуада есіңде ме? Бір кафеде тамақ ішіп отырдық, ана жақта балалар доп ойнады, есіңде ме? Бірге барып түсіп ойнап жүгіреді сол жерде. Сондай бір қарапайым өмір жетіспей тұр. Мына жерге қарап бір нәрсе салмады. Бәлкім сол тұрғын үй кешені шығар. Сондай шығар. Кешқұрым, негізі жаздың кезінде балалар ойнауға келсе, меніңше мына жерде шынайылық пайда болады. Саған қазір тіршіліктің атмосферасы жетіспей тұр ғой. Тіршілік Қазір жай ғана бәрі әдемі, сен келіп тамашалап жатсың, ал сен өмірді көргің келеді. Демалып қайтуға болады жақсы 1-2 күн, бірақ одан кейін ішің пісіп кетеді да белгілі уақытта. Мына жерде мен бір тіршілікті көргім келеді, өмірді көргім келеді, Түркістанның өмірін көргім келеді. Бір жақсы жер мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне алыс емес. Жаяу бара салуға болады. Түрленген Түркістанды тамашалағыңыз келсе, мұны іске асыру оңай. Авиасейлс.kz арзан билет алуға көмектеседі. Сондай-ақ Авиасейлс.kz әрбір төлем үшін кэшбэк береді. Саяхатқа кеткен ақша шығын емес, өміріңізді әдемі естеліктерге толтыру екенін ұмытпаңыз. Енді киелі жерлерді аралайық. Бірінші кезекте Түркістаннан 60 шақырым жердегі Арыстанбаб кесенесіне баруды жөн көрдік. Арыстанбаб әулие кісі болған. Есімі Отырар, Сайрам, Ясы өңіріндегі сопылардың рухани ұстазы ретінде кеңінен жайылған. Оған зиярат етушілер бейсенбі сайын басына түнеп, ғибадат етеді. Кесене маңында зират бар. Қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков атамыз осында жерленген. Кесенеден шыққаннан кейін көне Отырардың орнын көріп қайтуды ұйғардық. Мұнда аспан асты мұражай жасап қойыпты. Әлде қазба жұмыстары жүріп жатыр. Дрон ұшырдық. Самғар биіктен қарағанда қаланың орны төбе болып көрінеді. Айналасында ор болғаны байқалады. Бірнеше қақпасы бар. Оның біреуін әдемілеп қалпына келтіріпті. Отырар жайлы бала кезден көп оқығаннан ба, ерекше әсер алдық. Шаһарды көзбен көргенімізге қуандық. Бір сәт
сонау ерте дәуірге түсіп кеткендей күй кештік. Отырар қаласы 3 бөліктен құралады. Біріншісі Раббат деп аталады, екіншісі мына жер Шахристан және үшіншісі Цитадель. Раббат дегеніміз қарапайым халық, яғни кедей кепшік өмір сүрген бөлік қой. 200 гектар жерді алады. Тегіс далада қарапайым халық қоныстанса, мына жерде Хамалдың ішінде кілең бай бағлан, елдің жаңа тағдырын шешетін адамдар өмір сүрген. Осы жерде әкімшілік орналасқан. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ор қазылған, сол орның барлығы су болған. Және қақпаның алдында мынадай ағаш көпір салынған, кейбір кездері көпір бұлай көтерілген. Қазір көріп отырған бұл 20% ғана екен. Қалған 80% әлі топырақ астында. Яғни егер бюджеттен ақша бөлінсе, қазылып, археологиялық жұмыстар жүргізіліп, осындай тағы да үлкен қалашықты біз көре аламыз. Ақша бөлінеді деген үміттемін. Сосын осы Отырар қаласында Әмір Темір қайтыс болған 1405 жылы Бердібектің сарайы деген сарай бар екен іште. Сол сарайда дүниеден өтті дейді. Және де айта кететіні, жаңа біз сіздерге реставрацияны көрсеттік қой, қалпына келтірілген дүние. Мына қақпа да қалпына келтірілген қақпа болып есептеледі, бірақ бұл қақпаның іргетасы осыдан 700 жыл бұрын қаланған күйінде әлі сақталыпты. Яғни мына 4 метр биіктікке дейінгі іргетас осыдан 700 жыл бұрын салынған күйінде тұр. Бұл жерде де кезінде қайнаған тіршілік болған, бұл жерде де кезінде адамдар өмір сүрген, бірақ уақыт өте өзінің өзектілігін жоғалтып, қала қираған. Шыңғысхан әскері Отырарды 6 айда әрең дегенде жаулады деп аңыз етіп айтамыз, бірақ Шыңғысхан әскері жаулағаннан кейін бұл қала тағы 500 жыл тіршілік еткен. Тек жоңғар шапқыншылығы кезінде ғана құлдырап, содан кейін қираған. Ойлап қараңыздаршы, бұл қала 1 ғасырдан 18 ғасырдың ортасына дейін тіршілік еткен. 1800 жыл. 1800 жыл. 1800 жыл тіршілік еткен. Отырарды аралап болған соң Түркістанға оралдық. Таң атысымен шаһардың басты символы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бардық. Қожа Ахмет Яссауи 12 ғасырда өмір сүрген философ, уағызшы, ақын. Халық арасында Әзірет Сұлтан атымен танымал болған. Оның Диуани Хикмет, Мират ул Кулуб, Пақырнама атты мұралары бар. Қазіргі кесене Яссауидің өлімінен кейін 2 ғасырдан астам уақыт өткенде, яғни 14 ғасырдың соңында Әмір Темірдің бұйрығымен салынған. Ғимараттың көлемін, күмбездің үлкендігін, сыртқы және ішкі жасаулардың қандай болу керегін билеушінің өзі шешкен деседі. Алайда Әмір Темір 1405 жылы Отырарда қайтыс болады. Құрылыс сол күйі тоқтайды. Кесененің кіреберісі толық салынып бітпей қалады. Бүгін Түркістан ерекше желді, әйтеуір қалтырап тоңып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне де жеттік. Мына кассадан билет алады екенбіз. Жалпы кесене 96-ға дейін жұмыс істейді. Байқадыңыздар ма? Баға әртүрлі. Мысалы, жергілікті тұрғындарға 200 теңге болса, алыс шетел азаматтарына баға басқаша. 300, жақын шетел азаматтарына 500, алыс шетел азаматтарына. Оны қалай көресіздер? Жақын алыс шетел. Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей, Қытайдан келсе 300 теңге. Шекараласпайтын елдерден келсе 500 теңге. Қатты жел соғып тұр, жаурап кеттік. Камерамен видеоға түсіруге бола ма десем, жоқ дейді. Ал телефонмен десем, білмеймін, оған да жоқ сияқты. Ішке кіріп анықтаңыз дейді. Кесенеге кіріп шықтық, іште жөндеу жұмыстарына дайындық жүріп жатыр екен. Сондықтан барлық бөлмелер ашық емес, тек 2-3 бөлме ғана ашық. Құран бағыштап, сыртқа тез шығып кеттік. Ең болса әйтеуір көрдік, өйткені бұл зерттеу жұмыстары біразға дейін созылатын сияқты. Енді шынымен де ерекше энергетикасы бар жер. Бірден сезіледі. Мен жалпы кесенеге жақындаған кезде тұла бойым тітіркеніп, сондай бір ерекше әсерге бөлендім. Жалпы зерттеу жұмыстары жайлы айта кетейін. Бұл зерттеу жұмыстары мына кесенені қалпына келтіру жұмыстары алдында жасалатын сондай бір зерттеу екен. 3 жылға созылады дейді. Қазір кесененің төбесіне арнайы құралдар қойып қойған, айналасын түгел бәрін бақылап жатыр. Мына қазір Түркістан өзгеріп жатыр ғой қала. Жаңа ғимараттар салынып жатыр. Мына 1 шақырым жерде керуен сарайың бар. Айналасын бәрін гүлдендіріп, ағаш, шөп отырғызып тастаған. Оның бәрін күнде суарады. Интернетте мынандай ақпарат тарағанда, соның кесірінен кесене жаңағы құлайын деп тұр, астындағы іргетасы ылғалданып кеткен деген сияқты. Соны нақты дәлелдеу үшін, сол шынымен сондай ма?
яғни мына гүл абаттандыру жұмыстары соған сөйтіп әсер ете ме, құрылыс кесенеге кері әсер беріп жатыр ма деген сияқты нәрселерді нақты анықтау үшін 3 жыл зерттеу жүргізеді екен. Егер ол расталса, кесенеге кері әсерін беретін болса, онда ол жұмыстар тоқтатады, кесенені сақтап қалу үшін барлық әрекетті істейді. Мұнда 6 ғасыр бойы беделді тұлғалар жерленген. Олардың ішінде қаз дауысты Қазыбек би мен Абылай хан да бар. Ал кесене жанында Әмір Темірдің шөбересі Рәбия Сұлтан бегім мен Есім ханның мазары тұр. Кешен үлкен, аралауға бірнеше сағат кетеді. Кей тұстарында әлде қазба жұмыстары жүріп жатыр. Келушілер орта ғасырлық монша мен Қожа Ахмет Яссауи 63 жасқа толғаннан кейін өмір сүрген қылуетті көре алады. Қызықсаңыз, жазира сияқты түйеге мінсеңіз болады. Бір айналғаны 1000 теңге екен. Қатты жел, бала жылап кетті. Емгісі келді, отыратын жер жоқ. Мына жерде дүкен бар екен, ішінде неше түрлі әшекей бұйым сатады. Сол жердегі тәтенің жаны ашып, бізді кіргізді. Онда жылқышы бар екен. Отырып, жылынып, білгені еміздім. Рахмет көп, осындай жанашыр адамдарға. Баланы жұқа киіндіріп алып келгенсің дейді. Мен айтам, қайдан білейін, бұл керісінше ең қалың киімі ғой. 2 киім алып шықтық біз. Сонысымыз дұрыс болыпты. Қазір біз Қылует деген мешіттің ішіндеміз. Қылует жер асты мешіт екен. Ішін аралап көрейік. Мына жақта міне мынандай әдемілеп ойластырып қойған екен. Мына келіп мынандайды көруге болады. Міне қараңыздар. Қалай әдемі ойластырып қойған, жоғарыдан қарап бәрін зерттеу болады. Мына жақта Қылует. Құрайыштардың негізгі генеалогиясы дейді. Шежіресі. Түйеге мінесің бе? Аха. Қорқам бірақ мінейін. Өйткені Таиландтан пілді ұстамағаныма бетімнен сүйгізбегеме әлі өкініп жүрмін. Бетін сүйет, бетін сүйгіз. Сүйгіз сейшін. Сондықтан да... Ай, ойбай. Аға сәлематсыз. Мен наған мінейінші. Анаған емес наған. Ал енді тамақтанатын кез жеткен сияқты. Ол үшін Түркістанның базарына барайық дедік. Жергілікті кәуаптан дәм татып, әжелер дайындаған әсіпті жеп көрейік. Естеріңізде болса, Қытайда жүргенде бізге көше тағамдарын дамыту керек. Туристерге сол қызық болады, әрі ыңғайлы деген бастама көтергенбіз. Бұл айтқанымызды түркістандықтар баяғыда қолға алып жүзеге асырып жатыр екен. Расында мұндағы базарға келсең, өзіңді шетелде жүргендей сезінесің. Атмосферасы бөлек. Тіпті не жеріңді білмей жалтақтап қаласың. Біз дұрыс тамақ таңдау үшін Дархан есімді жігітті көмекке шақырдық. Осы Түркістанның вокзалынан адамдар өткен кезде әдейілеп, мәселен, Қызылордаға басқа жаққа кетіп бара жатқан адамдар болсын, Түркістанда қалып қояды екен. Қалуының бірден бір себебі сол әсіпті жеуге, шашликті жеуге қалып кетеді екен адамдар. Соған бола. Сондай да бір оқиғаларды естіп жатамыз. Дәкең әсіпті кәдімгідей жарнамалап тастады ғой. Негізі 2000 жылдарда бұл Түркістанның осы базардың өзінде 2000 жылдардың кезінде түнгі базар, таңғы базарда жұмыс жасайды. Кәдімгі түнгі 3-те, 4-те кешеңдерде кәдімгі сауда жасалып, ел жұрт құжынап жатады. Таңғы базарда болатын. Азанмен таңғы 6-тан ашылады да сағат 9-ға дейін жабылып қалады базарда. Қазір мына тұсында сол шашлик сол жағымызда тұрған. Енді бұл базардың елдегі басқа базарлардан айырмашылығы жоқ шығар. Ең бір бар айырмашылығы сол. Мұнда әсіп сатылады. Міне кіре салғанда әсіптің түр-түрі. Енді бірінші рет жеп тұрғандықтан майсызын жеп көрейік. Қара шай бересеңізші. Қара шай бересің. Қара шай бересің. Басқа өңірлерде Алматы, Астана, солтүстік болсын, орталық Қазақстан болсын, әсіп деген тамақты білесіз бе деп сұрап жүрген андай контенттер түсіріп жатыр. Интернетте, TikTokта көп деген адамдар мүлде білмейді екен. Сол кезде таңғалдым да, Түркістанда ғана осы оңтүстікте ғана әсіп деген тамақты қатты жақсы дайындап, халқы қатты жақсы көреді екен. Оны дастарханға да қойып жатады. Мәселен, жиын болып жатқан кезде, той болып жатқан кезде, құран болып жатқан кезде дастарханға қойып жатады. Көше тамақтар демекші, шынымен мына жерде қараңыздаршы, орналасқан жері мынандай кәдімгенде. Шетелдегі көше тамақтарын сататын жерлер бар ғой. Тура соған қатты ұқсайды екен. Таиландта, немесе бір Қытайда осындай арнайы орындар болады ғой, адамдар, туристер, шетелдіктер келіп көше тамақтарын дәм татып кететін. Тура содан аумай тұр. Негізі осындай жерлерді бізге дамыту керек деп есептеймін. Өйткені
дәл осындай жерлер туристер үшін өте қызық бір колорит береді да. Біздің асымымызда дайын болыпты. О, қара шаймен не? Пияз не береді сұрасаңыз? Пияз алайық, Иә, пияз алыңыз, бұрыш алыңыз, аш аласыз. Иә, майсызынан тапсырыс бердік. Наны бар, рахмет. Қызыл дәрі, бізде оңтүстікте наны қызыл дәрі деп айтады. Аха. Перисті. Неге қызыл дәрі дейді? Білмеймін, бәрімізге солай үйреткен. Қызыл дәрі, қызыл бұрыш деп айта беріп, бірақ қызыл дәрі әкел дейді. Меніңше бұның қызыл дәрі деп аталып кету себебі, кішкене ауырған кезде осындай жейсің ғой. Сол кезде адам жазады ғой. Соған байланысты айтып кеткен шығар. Немесе ащы болғанына байланысты. Қалай екен әсіп, жақсы ма екен? О, мынау шұжыққа ұқсайды екен, байқауымша. Бірақ енді майлы екен. О, мына майды қараңыздаршы. Охо. Дәмді екен. О, ащы дәм келді аузыма. Кішкене ащы дәм бар екен, бірақ дәмді. Қосымша енді ет пен күріш бар демесең, жалпы дәмін қойдың шекқарына қатты ұқсайды. Шекқарын өзім бөлек қуырып жегенім бар енді. Соған ұқсаттым өзім. Былай дәмді тамақ екен, тойымды сияқты. Бұның дайындағанда малдың ішек қарны ғой, соны алып. Бірінші өзін пісіріп аласың, ішіндегі нелерін, ішек өпкесін жүріп бірегін. Сосын жуасын, шаясын ішектерін. Бір пісіргенде екі рет пісіреміз ғой бұны. Соны ішекке құйып, қайтадан пісіреміз. 1 сағаттай піседі балым. Сол болды, бұның еш несі жоқ. Сосын базарға келіп сатамыз. Жайжыра қайда деген сұрақ мазалап жатқан шығар сіздерді. Жайжыраны бір қызық жерге қалдырып кеттім жаңа. Күн суық болғандықтан қараңыздар. Базардың ортасында мынандай Фараб деген кітапхана бар екен. Қалалар мен ауылдар алыпты қол ұстасып. Не істеп жатсыңдар? Біз базардың ішіне кітапхана тауып алдық. Мұндай да болады екен. Саяхатшы шыбынды қолға алып, білгеге өлең оқып отырмыз. Шынымен де таң қалып отырмын. Енді Қазақстандағы жалғыз кітапхана шығар, базардың қақ ортасында орналасқан Фараб кітапханасының филиалы екен. Әр түрлі жанр бойынша кітаптарды қарап шықтым. Мына жерде көркем әдебиет бар, бизнес жайлы да бар, психология да бар. Мен жаңа кітапханашымен сөйлестім. Осы базардағы саудагерлер түстің кезінде, яғни 1 мен 3-тің аралығында түскі ас қой. Сол кезде 1 сағат тамағын ішіп алғанда 1 сағат не істейміз деп осы жерге келіп кітап оқиды екен. Жеке куәлігін қалдырып кетіп, кітап алып кетеді екен. Мен айтам, қандай жақсы. Базардағы адамдар тек қана саудамен ғана жүрмей, осылай келіп өздерін дамытатындары, дүниетанымдарын кеңейтетіндері қуантып жатыр. Жаңа көз алдында қаншама адам келіп, кітаптарын өткізіп, кітаптарын алып кетіп жатыр. Бұл кітапхананың игілігін енді біз көрдік. Нағыз, өйткені дала суық. Базарда қай жерге отырсақ болады деп келе жатқан кезде, осындай бір кітапхана шыға қалды алдымыздан. Шыны керек өз-өзімізге өзіміз сенбедік. Мына жерге ішіне кіруге бола ма, ішінде отыруға бола ма деген сұрақ туындады бірден. Я, болады екен, ішіне кіріп, отырып, Жайжыра қазір жетімде. Білге екеуі мен тамақтанып келгенше осы кітапхананың игілігін әбден көрді. Кітап оқыды, жөргегін ауыстырды дегендей. Жалпы байқағанымыз, Түркістанда тамақтанатын орын көп. Егер базар тамағы ұнамайды десеңіз, дәмді қазақша тағам дайындайтын түрлі мейрамханалар бар. Осы тұста түркістандықтардың қонақ жайлығын да айта кетейік. Аяғымызды жерге тигізбей күтіп алды. Қаланы барынша таныстыруға тырысты. Бірнеше көрерменімізден сыйлық алдық. Орынбектің шаңырағына қонақ болдық. Сондай-ақ жаңа қаланы да көрдік. Тамаша. Жақында салынған үйлер, стадион, әкімшілік бәрі әдемі. Рет-ретімен орналасыпты. Айналасы да тап-таза. Бізге қатты ұнады. Түркістан дамып жатқаны байқалады. Таксиге отырған едік, жүргізуші жігіт ол ойымызды растады. Алматыда мысалы үлкен қала ғой. Сіздерге білем қалай Түркістан, бірақ біз үшін, жергілікті тұрғындар үшін мысалы бұл масштабный өзгеріс болды да қалада бұл өткен осы соңғы 4-5 жылда болған өзгеріс. Себебі кесененің жанында аллеялар байқадыңыздар ғой жолдарда, соның өзі ондай нәрселер жоқ еді да бізде жа. Кәдімгі жер үй, жер там,
сондай обычный не еді ғой. Енді Түркістан большой ауыл еді ғой. Но қазірде большой ауыл, но жақсы дамыды да. Мысалы өткенде бір жағдай болды. Үйде қарап отырсам, фотоальбом шығып қалды. Қарасам, Алматыға барғанбыз, қыдырып барған, Өзбекстанға, Ташкентке барғанбыз. Сол кезде обычный зеленый зона бар ғой, кәдімгі газон егіп, елка тұрғанша, сондай жерлерде суретке түскенбіз да. Мен ойлап қоямын да, баяғыда біз үшін осындай жердің өзі, жаңағыдай суретке түсетіне вау дейтін жер еді. Мысалы қазір өзімізде біраз жер сондай әп-әдемі болып, бәрі жасыл шөп, сондай өзгеріс болды. Мен ана салынған үлкен ғимараттар, или жаңағылы жақты көрдіңіздер. ЖК новый үйлер түсті. Оларды айтпағанның өзіне осындай өзгерістердің өзі именно осы баяғыдан Түркістанда тұратын тұрғындар үшін үлкен скачок болды да. Егер сіз күйбең тіршіліктен кішкене қолды босатып, басқа нәрселерді ойлап, демалыңыз келсе, еңбек демалысын алыңыз да отбасыңызбен бірге Түркістанға келіңіз, түркістандықтар үшін қуаныңыз, әдемі жерлерін аралаңыз. Себебі шынымен бұл жер саяхаттауға, демалуға тұрарлық. Мұнда келсеңіздер, бұл расында Қазақстанның ғана емес, бүкіл түрк әлемінің рухани астанасы екеніне көзіңіз жетеді. Сіздермен бірге болған Ернар мен Жазира Саяхаттаймын YouTube арнасы. Арнаға жазылыңыздар, видеоны бөлісіңіздер, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.